Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант, яғни 400 МРП туралы айтқым келеді. Егер сіз белгілі бір кәсіп бастағыңыз келсе, онда мемлекет сізге қолдау мақсатында бірнеше қайтарымсыз грант түрлерін ұсына алады. Ол туралы мен өткен видеода айтқан болатын, сол видеоны соңына дейін көрулеріңізге болады. Ал бүгін мен сіздерге 400 МРП, яғни 400 айлық есептік көрсеткіштегі грант туралы айтқым келеді. Кейбіреулер бұны бастау бизнес деп жатады, кейбіреулер 400 МРП деп айтып жатады. Екеуі де дұрыс нұсқа болып есептелінеді. Енді 400 МРП, яғни 2024 жылы айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты, яғни бізде ол 3692 теңгені құрайды. Оны 400-ге көбейтсек, сонда бізде гранттың сумасы 1.476.800 теңгені құрайды 2024 жылы. Бұл грант жылына 4 рет болады, яғни 4 поток болады. Ең бірінші поток бізде 8 сәуір мен 19 сәуір аралығында болады. Бұл мемлекеттік ресми сайттардың берген ақпаратына сәйкес. Ал бұл грантқа бөлінетін гранттың саны 4500 грант, яғни 4500 грант бізде бөлінген. Енді бұның шарттары мен қатысушылары. Бұрын бұл грантқа кез келген адам қатыса алатын, ал соңғы кездері бұған тек қана көбінесе әлеуметтік осал топтарға арнап жасады. Оған қатысушылар бірінші көп балалар, яғни 4 немесе одан да көп баласы бар отбасылар, яғни және де ол балалар 18 жасқа толмауы қажет. Екіншісі қоныс аударушылар, яғни Қазақстанның белгілі бір өңірінен келесі бір өңірі, яғни оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударушылар. Үшіншісі мүгедектігі бар бала асыраушылар. Яғни сіз мүгедектігі бар бала асырап отырсаңыз, сіз қатыса аласыз. Төртінші АСП алатындар, яғни АСП алатындардың әйелі немесе күйеуі қатыса алады. Бесіншісі асыраушысынан айырылғандар, яғни сіз асыраушысынан айырылып қалсаңыз және де сіз белгілі бір төлем алып отырсаңыз, яғни пособие алып отырсаңыз, сізде қатыса аласыз. Алтыншысы қандастар, яғни оралмандар қатыса алады. Негізі көп адамдар айтып жатады, мен келгеніме 5 жыл болды, 3 жыл болды, мен қандаспын ба деп. Жоқ, қандас деп негізі Қазақстанға қоныс аударғаннан кейін 1 жыл ішінде ғана сізде қандас деген статус болады. Негізі бұл қандастар туралы да менде видео жасалған болатын. Сіздер сол видеомды соңына дейін көріп тамашаларыңызға болады. Келесі бізде мүгедектігі бар азаматтар. Яғни қай топтағы мүгедек болғаныңыз маңызды емес. Егер сіз бизнес жасай алсаңыз, жұмыс жасай алсаңыз, сіз қатыса аласыз. Енді сіздер осы категорияның біріне жаттыңыздар. Одан кейін сіздерде міндетті түрде ең бірінші сіздер тіркелген жұмыссыз болуыңыз қажет. Яғни жай ғана жұмыссыз болсаңыз, бұл жарамайды. Сізде міндетті түрде статусыңыз болу керек. Оны eGov Mobile арқылы тексеруге де болады, немесе eGov сайты арқылы да қарауға болады. Яғни сіз жұмыссызсыз, және сіз жұмыссыз болып центр занятости, яғни жұмыспен қамту орталығына немесе сонға барып тіркелуіңіз қажет. Сонда сізде жұмыссыз деген статус пайда болады. Және де 300 болмаған ИП-іңіз болу қажет. Яғни сізде ИП болу қажет, және ол ИП-ның мерзімі 3 жылдан көп болмауы қажет. Енді сіздер осы категориялардың барына сәйкес болған келсеңіздер, онда сіздерге қатысуға заявка бере аласыздар. Ол үшін сіздер business.еңбек.kz сайтына тіркелесіздер. Бұрын тіркелген болсаңыз, бұрынғы логин және парольмен кіруге болады. Содан кейін тіркелгеннен кейін заявканы толтырасыздар. Одан кейін сіздерде міндетті түрде бастау сертификатын алу қажет. Яғни сізде бұрын бар болған болсаңыз, ол 3 жыл мерзіміне жарамды болады. Егер жоқ болса, онда сіздер лекция оқып, тестті өтіп, осы бастау сертификатын ала аласыздар. Одан кейін сіздер онлайн түрде бизнес план жазасыздар. Жаңа сіздерге шаблон беріледі, сол шаблонды толтыратын боласыздар. Бұл кезеңнен өткеннен кейін сіздерді онлайн түрде, офлайн түрде осы бизнес планды қорғауға шақыратын болады. Енді осы бизнес план қорғалғаннан кейін комиссия шешім бойынша егер сіз 400 МРП грантты ұтып алған болсаңыз,
онда сізге өзіңіздің телефоныңызға SMS сообщение келеді, сіз грант ұттыңыз деген. Содан кейін сіз ашқан банктік есептік шотыңызға сізге осы сумма, яғни 1.476.800 теңге келіп түседі. Енді бұл грант мақсатты болып есептелінеді, яғни осы сумма түскеннен кейін сіздер оған кредит немесе ипотека төлей алмайсыздар. Бұл мақсатты болып есептелінеді, яғни сіз өзіңіздің бизнесіңізге қажетті товар немесе өнеркәсіптік құралдарды алуыңыз қажет. Яғни сіз кейін осы алған грантыңыз үшін мемлекет алдында есеп беретін боласыздар. Атамекен немесе мемлекеттік қызметкерлер сіздерден осы сумманы қайда жібергеніңіз туралы есеп сұрайтын болады. Яғни сіздерден чек, накладная, электронная счет фактура деген сияқты бухгалтерлік құжаттарды сұрайтын болады. Сондықтан осы сұрақтарға дайын жүріңіз. Ал енді видео сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар және де каналға тіркеліңіздер. Сонымен қоса, осы видео сіздерге пайдалы болса, онда достарыңызға жіберіңіздер, олармен де бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.